Бір кісі өмірден өтсе, мәйітті кім жуу керек? Кейбір жерде мәйітті жууға құда кірсін, нағашы кірсін деп бір кісілерді қинап жатады. Бірақ ол кісілер кірген соң лайық түрде жуа алмайды, лайық түрде құрметін жасалмайды мәйітке. Ал енді шын мәнінде кім жуу керек? Жауап: ең жақын туыстары кіріп жуу керек. Өйткені мәйітке кіретін адамның бірінші маңызды шарты бұл іштегі сырды сыртқа шығармау. Неге? Өйткені кейбір жерде естіп жатамыз, тырнағы өсіп кетті, есі еміп кетті деген секілді іштегі сырды сыртқа шығарып айтып жатады. Ол дұрыс емес нәрсе. Іштегі сыр сол күйінде қалу керек. Жалпы мәйітке кіретін адамның бірнеше шарты бар. Ол ғұсылы болу керек, дәреті болу керек және мәйітті жууға қатысты шарттарды білген жақсы. Қалай жуу керек, қалай кебіндеу керек деген секілді осы ақпаратты, мағлұматтарды білген адамның кіргені дұрысырақ болады. Және мәйітте кірген адам жаңағыдай іштегі сырды сыртқа шығармау керек. Өйткені пайғамбарымыздың сөзі бар: кім деген осылай бір мәйітті жуындыратын болса, іштегі сырды сақтайтын болса, ол адамның күнәсін Алла кешіреді деп сүйіншілейді. Сондықтан ішке кірген кісілердің маңызы шарттары осылар екен. Ұмытпайық, біле жүрейік.